Sәлеметсіздерме? Бүгін біз видеомызда шахматтағы бір фигура болған, яғни ең күшті фигура болған вәзірдің жүрістеріне қараймыз. Бізге деген екі координата беріледі, яғни оның тұрған шаршысының орны беріледі. Және ол екіншісі болса бізге және басқа бір координата немесе шаршының орны беріледі. Біздің вәзір сол жерге барала ма, бара алмай ма, соны табуымыз керек. Вәзірді білмейтіндер үшін вәзір осындай бір жерде тұрған кезінде піл сияқты диагоналдығына және тура сияқты тіктігіне жол ала алады. Яғни вәзір өте күшті шынымен де. Бұны біз деген Excel'de зерттейтін болсақ, бізде мысалы мына жерде тұрған кезінде, бұны бір белгілеп кетейік. Мына жерде тұрған кезінде бұл осы қатарды және мына қатарды, онdan кейін мына орындарға бара алады. Бірақ өзін белгілемейміз, бұны деген сарымен қазірше белгілейік. Яғни вәзір деген дәл ортада тұрған кезде көргеніңіздей көп деген орындарға, яғни шаршы орындарына шахматта бара алады. Бұны шешу үшін негізінде оңай бір нәрсе. Тураның формуласы менен, яғни тураның шарты менен біз ненің шартына, пілдің шартына қосуымыз керек болады. Яғни ия деу үшін не деуіміз керек? Ең бірінші тураның шарты не еді? Тураның шарты тек қана тіктігіне жүру еді. Бұл жерде екі санның біреуіне тең болу керек. Немесе арт жағы 5 болу керек, екінші сан, немесе алдындағы сан 4-ке тең болу керек. Екеуі бір-біріне тең болу керек. Ол үшін A тең X және OR логикалық операторын қолданамыз. B тең Y болады. Бірақ біз және бір деген оператор қолдануымыз керек, және бір шарт қолдануымыз керек. Ол шартта не? Ол шартта әрине Ол шарт әрине деген пілдің жүрістері. Пілдің жүрістеріне біз деген есіңізде болса absolute value'ны қолданған едік. Яғни ABS деген функционды қолданған едік. Яғни екеуінің айырмашылығы екінші берілген сандардың айырмашылығына тең болу керек. Бұл үшін біз ABS X шығарамыз A тең болу керек. ABS Y шығарамыз B-ға тең болу керек. Енді бізде деген біріншісі рухтың, яғни тураның жүрістері, екіншіде болса пілдің жүрістерін қостық. Бұлардың барлығını OR операторымен қосуымыз керек. Қай біреуі болса да, бұл деген вәзірдің жүрісіне сәйкес келеді. Мен кодымның мына жерлерін түсіндірмей кеттім. Неге? Себебі бұны алдыңғы видеоларда қайта түсіндірдім және сол бір кодтарды қолданып отырмыз. Сіз менің алдыңғы 3 видеомды қарап көрсеңіздер болады. Бұл жерде болса шарттау қолдандық. Енді болса біз бұл кодты сақтап және жасатып көреміз. Ең бірінші шартымыз 4-4-те тұрған вәзір 8-6-ға бара ала ма? Бара алмайды. Бұл жерде шартта да көргеніңізде жоқ деп тұр. Мына жерден қарап көрінеміз. 4-4-те тұрған вәзір мына жерге әрине бара алмайды. Екіншісі болса 4-3-те тұрған вәзір 2-5-ке бара ала ма? Тағы бір жасатамыз. 4-3 2-5. Бұл жерде ия шығу керек. Көргеніңізде ия шықты. Бұны да тағы бір рет өзіміз тексеріп көреміз. 4-3-те тұрған вәзір 2-5-теге диагоналны түрде көргеніңіздей бара алады. Бүгінгі видеомыз тек қана осылай, кодымыз тек қана осылай еді. Бұл видеолар, яғни шахматтың әрбір фигурасы сізге қызықты болған шығар деп ойлаймын. Сізге соңғы бір тапсырма. Бұл тапсырма болса, әрине патшаның жүрістері. Патшаның жүрістері жақындағы барлық орындарға бір шаршыдан жақындай, яғни жүре алады. Сіз бұл сұрақты өзіңіз шешіп көріңіздер. Мен бұл сұрақты шешпеймін.
Бірақ деген жалпы осылайша шешіледі. Бүгінгі видео қызықты болған шығар деп ойлаймын. Жалпы шахматтағы фигуралардың шешімдері, жүрістері сізге қызықты болған шығар деп ойлаймын. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар.